Әр кәсіпкер жұмыс барысында заңды құжаттарды рәсімдеу үдерісінен өтеді. Яғни жеткізушілермен, жалға берушілермен, жұмыскерлермен, серіктестермен, қаржылық ұйымдармен келісім шарттық қатынастар орнатады. Заңгерлік білімінсіз шартты түсіну, оны жасасу кезінде нені ескеру керек және өзіңізді қалай қорғауға болады. Бүгінгі сабағымыз осы жөнінде болмақ. Кәсіпкер қызметіндегі негізгі құжат бұл шарт. Шарт тараптардың ерік жігеріне ие болатын келісім. Сізді ешкім шарт жасасуға мәжбүр ете алмайды. Бұл әрдайым сіздің қалауыңыз болуы керек, яғни шарт заңды болуы тиіс. Шарттық қызметті реттейтін негізгі заң Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алдымен кәсіпкер шарттардың қай түрлерін жасасуы керек екенін талдап шығайық. Бірінші, жылжымайтын мүлікті, көлікті, жабдықтарды, тауарларды сатып алу, сату шарттары. Екінші, үй жайды, көлікті, жабдықтарды жалға алу шарттары, лизинг. Үшінші, қызмет көрсету шарттары. Төртінші, мердігерлік шарттар, оның ішінде құрылыс. Бесінші, қарыз шарттары, несиелік шарттар, ниет шарттары. Алтыншы, қызметкерлердің еңбек шарттары. Шарттың әр түрінің өз құрылымы мен ерекшелігі бар, алайда кейбір баптар барлық шарттарда міндетті түрде көрсетілуі керек. Әр шарттың басында тақырыпша бар, онда шарттың атауы, қол қойылған күні, орны көрсетіледі. Тақырыпшадан соң преамбула немесе кіріспе болады. Шарт тараптарының толық атауы, шартқа қол қоятын тұлға көрсетіледі. Бұл бөлімде шартқа қол қоятын адамның тиісті өкілеттіліктері бар жоғына назар аударыңыз. Необходимо акцентировать внимание на полномочиях лица, который заключает договор, что является достаточно существенным моментом, поскольку именно наличие полномочий соответствующих влияет также на действительность самого договора. Предположим, если стороной договора является юридическое лицо, обязательно необходимо проверить, является ли подписант первым руководителем, либо он действует по доверенности. Если человек действует по доверенности, необходимо проверять наличие полномочий по заключению данного вида договора. Егер жеке кәсіпкер көрсетілген болса, онда кіріспесінде мемлекеттік тіркеу куәлігінің не түбіртектің нөмірі көрсетілуі тиіс. Ал егер жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе акционерлік қоғам болса, онда бірінші басшының тағайындалуы туралы бұйрық немесе сенімхат жазылуы тиіс. Есіңізде сақтаңыз, сізбен шарт жасасып отырған адамның осыған ешқандай өкілеттілігі жүрмейтін болса, онда шарт жарамсыз деп саналатын болады. Мысалға, сіз тауар жеткізіп берсеңіз, одан ақша ала алмай қалуыңыз әбден мүмкін. Шарттың екінші бөлімі – бұл шарттың мәні. Бұл бөлімде тараптардың нақты келісімі көрсетіледі. Тәртібіне сәйкес, бұл бөлім шартқа қоса берілетін қосымшада толық жазылады. Тауармен көрсетілетін қызметтің техникалық сипаты мен саны жазылады. Шарттың үшінші бөлімі – тараптардың құқығы мен міндеті. Есіңізде болсын, шарттың міндеттері шартта көрсетілген болса ғана бұзылған болып саналады. Мысалы, сіз контрагент шарт бойынша міндеттерін орындамайды деп есептейтін болсаңыз, бірақ тиісті міндеттер шартта көрсетілмеген болып шықса, онда сіз оған ешқандай айып таға алмайсыз. Төртінші бөлім – шарттың бағасы және төлем тәртібі. Бұл ретте аталған шарт бойынша міндеттерді орындау нәтижесінде кім, кімге, қанша және төлемді қалай жүзеге асыратыны туралы мәліметтер көрсетіледі. Сома санмен де жазбашада жазылғанын қадағалаңыз. Кейде кездейсоқтықта жазылмай кеткен нөлдің өзі әжептәуір проблемаға әкеліп соқтырады. Сонымен қатар, шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу қай уақытта жүзеге асатынына да қатты мән беру маңызды. Бесінші бөлім – тараптардың жауапкершілігі. Аталған бөлімде тараптардың бірі шарттағы міндеттерді орындамаған болса, қандай шара қолданылатыны көрсетіледі. Әдетте бұл айыппұл, өсімпұл және тағы басқалары. Существенным моментом является также ознакомление с разделом ответственности, поскольку именно все спорные моменты в дальнейшем возникают именно из ответственности, которая возлагается на субъектов правоотношений.
6 бөлімде шарттың қолданылу мерзімі көрсетіледі. Мерзім сіздің контрагентпен келіскеніңіздей жазылғанына көз жеткізіңіз. Бірақ шарт мерзімі әр уақыт тауарды жеткізу немесе қызмет көрсету мерзімін білдіре бермейді. Көбіне мерзім жыл соңына дейін көрсетіледі. Ал жеткізу мерзімі шартқа қоса берілетін қосымшада нақтыланады. 7 бөлім. Басқа да міндеттер. Бұл ретте шарт қай уақытта тоқтатылуы мүмкін екені, тараптар қай уақытта жауапкершіліктен босатылатыны туралы жайттар жазылады. Ал енді шартты тоқтату туралы әңгіме бөлек. Контрагент шартты бұзатын болса, бұл әрдайым сіздің жұмысыңызға кедергі келтіріп, уақытыңызды, күшіңізді және қаражатыңызды жоғалтуға алып келеді. Сол себепті де сіз әрдайым шартты тоқтата аласыз. Әдетте тоқтату шарттары құжаттың өзінде жазылады. Жалпы екі жақты келісім бойынша шартты кез келген уақытта тоқтатуға болады. Ал шартты тоқтату туралы келісімге қол қойылғаннан-ақ шарт жарамсыз деп саналмақ. Егерде тараптардың бірі шартты тоқтатуға қарсы болса, немесе 30 күн ішінде аталған ұсынысқа жауап бермесе, онда бұл үдерісті сот арқылы жүзеге асыруға болады. Судебный порядок обжалования договоров, он достаточно специфичен. Предположим, если общий срок исковой давности составляет 3 года по всем вопросам, то для обжалования сделок устанавливается специальный срок исковой давности, который составляет всего 1 год. 8 бөлім. Қорытынды. Онда шарт даналарының саны, олардың тараптарға тиесілігі, тараптардың заңды мекен жайлары, банктік деректемелері, қолдары мен мөрлері көрсетіледі. Кейде тараптар шарттың қандай да бір бөліміне өзгертулер мен түзетулер енгізетін жағдайлар болады. Бұл көбінесе тауар санының өзгеруіне, қызмет көрсетуге өзгеріс енгізгенде, қызметтер ауысқанда реквизиттер мен жеткізу мерзімі өзгергенге байланысты болады. Мұндай жағдайда шартқа қоса берілетін қосымша келісімге қол қойылады. Интернеттен шарттардың типтік нысандарын тауып алуға болады. Мысалы, kontrakt.atameken.kz. Бірінші, сайтқа кіріп тіркеліңіз. Екінші, тіркеуден өткен соң тарифтер бөліміне өтіңіз. Үшінші, бизнесті қорғау тарифі туралы ақпараттың астында қосу тетігін басыңыз. Төртінші, бизнесті қорғау тарифін қосқан соң сізге 100 тегін құжаттар қалыбы қолжетімді болып қана қоймайды. Сондай-ақ мемлекеттік органдарына жолданатын сауалдардың жауабымен таныса аласыздар. Есть необходимость в нотариальном заверении, и это является обязательным условием в совершении сделки или договора, то типовые формы возможно получить у самих нотариусов. Практически каждое банковское учреждение финансовое имеет свои типовые формы договоров займа, которые также можно получить в любом отделении, либо ознакомиться на интернет-ресурсе соответствующего финансового института. Естеріңізде болсын, қалыптарды сенімді сайттардан жүктеген дұрыс, өйткені олар қазақстандық заңнамаларға сәйкес құрастырылған. При выборе формы договора или образцов договоров на интернет-пространстве необходимо уделять внимание источникам. Например, российское законодательство, оно отличается от казахстанского, и, соответственно, возможны некоторые некорректности, которые могут в последующем сыграть злую шутку. Қазір шарттың бұзылуынан қалай сақтануға болатыны туралы бірнеше кеңес береміз. Бірінші кеңес. Контрагент туралы мәліметті зерттеңіз. Шартқа қол қоймастан бұрын контрагенттен жарлықтың немесе мемлекеттік тіркеу куәлігінің, бұйрықтың немесе шартқа қол қоятын тұлғаның сенім хатының көшірмесін, лицензиясын, егер ол талап етілсе, сұрату керек. Сонымен қатар серіктесіңізде салық қарызының бар жоғын тексерген абзал. Егер ол салық төлеуден бас тартқан болса, онда оның шотына тыйым салынары сөзсіз. Олай болса, сіз өз ақшаңызды ала алмай қаласыз. Мемлекеттік бюджетке төленетін төлем қарызын ЕГОВ сайты арқылы тексеруге болады. Жеткізушінің жеке сәйкестендіру нөмірін немесе бизнес сәйкестендіру нөмірін теріп, қызметке онлайн тапсырыс беріңіз. Сонымен бірге, мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында да сенімсіз салық төлеушілер тізімі жарияланады. Мысалы, ол тізімде жазылған және банкрот деп жарияланған кәсіпорындар көрсетіледі. Екінші кеңес. Шартты сауатты құрастырыңыз. Читать и вчитываться в каждый абзац
в каждый пункт договора и в случае, если возникают вопросы, обращаться за квалифицированной консультацией. Шартты оқып шығуға ерінбеңіз. Бизнесте әңгіме ақша туралы болса, ұсақ түйектің бәрі маңызды. Сіз бұдан әрі шарт аясында әрекет ету үшін барлығын назарда ұстауыңыз қажет. Шартта екі ойлылық пен екі ұшты мағына болмауы тиіс. В крайнем случае, если даже произошла какая-то ошибка, Гражданский кодекс нам говорит о том, что договор не может противоречить текущему законодательству, действующему национальному законодательству. Үшінші кеңес. Әр қадамыңызды құжаттаңыз. Уәде деген ұғымның келмеске кеткені қашан? Қағаз жүзінде жоқ дүние, атымен жоқ. Шарт аясында туындаған барлық ұсыныстар мен шағымдарды өзіңіздің контрагентіңізге жазбаша пошта, факс арқылы жіберіңіз. Тіпті болмаса, өз қолына табыстаңыз. Егер сізден мерзімді ұзартуды сұраса, сізге хат жазуын сұраңыз. Төлем тапсырмасын, хабарландыру, актілер, электронды хат алмасу, осының барлығы дау-дамай туындайтын болса, маңызды роль атқаратын болады. Шарттарды оқу уақыт алатын және зеріктіретін үдеріс. Сол себепті де кәсіпкерлердің басым көпшілігі ұната бермейді. Дегенмен де туындаған проблемалардың салдарынан серіктестіктермен, клиенттермен жанжалдасып, проблеманы шешумен бас қатырғанша 15-20 минут уақытыңызды бөліп, қолыңызды қоймастан бұрып, шартты мұқият қарап шығыңыз. Келесі сабақтарда кездескенше.